жақта тамақ алмасып отыр. Мама манты жеп отыр, ауысып. Болмайды маманға. Все, Айжөнікім мантысын әкелмесем мантыңды жейді. Сен менің пловымды жеп, екеуі ортаға пловты қойып қойып жеп жатырмын да. Ас болсын. Назымды неге жеп көріп кеттің, араласпай дейді. Құдай сақтасын, жек көрініш деген әңгіме жоқ. Просто араласпай алшақтап кеткеніміздің себебі енді әркімнің өзінің жұмысы бар, тірлігі бар дегендей біраз болды көріспегелі. Айтпасам, көрісіп қалып жатсақ сәлеміміз түсу баяғыша. Айжан сен сақ тұршы енді. Шапылап. Мынандай дайындықпен чипсы, мороженое бәрін алып алғанбыз. Кеш көрді, тағына. Қасында Айжан. Айжан екеуміз парни киініп алғанбыз. Приятного просмотра. Әйгерінге зор. Қоян, тос. Мен тамағым келсем, тамағым келген жоқ. Өзіңнен көр. Негізі Джумба келгенге байланысты ғой, ол негізі. Таңғы асымыз ішіп жатырмыз. Макс асырап алдық үйге. Макс бөлмені көрсетші шықайсыз. Түкіртан дейм. Бір үйде 7-8 бөлме бар сияқты. Таза қайырлы таң, қалайсыздар? Мен студия жаққа жақындап келдім уже. Короче, кеше резничкаға үлгермей қалдым. Шаруалар шығып қалды. И теперь такой себя виноватой чувствую. Но надеюсь, на меня сегодня примет. Потому что жаңа жыл демекші. Сұп-сұлу болып жүргеніміз өте жақсы болады енді. Қарным қатты ашып кетті, если честно. Вчера, кажется, толком ничего не ела. И сейчас пойду за кофеечком и куплю что-нибудь покушать. Короче, ребята, қалайсыздар? Өз өздеріңізді күтіп жүріңіздер және де қазіргі таңда маска тағыңыздар. Буквально жұма күнгі эфирде бізде бірнеше қатысушы ауырған еді. Енді қазір почти весь каст и еще мастера тоже болеют. Прям еще переносят все это очень тяжело, поэтому, пожалуйста, берегите себя и не болейте. У меня горло болит, я сейчас вот рассасывающие таблетки чисто принимаю. И все.